Сәлем достар, мен сіздерге бүгін фотодағы фонды қалай алып тастаймыз және басқа фонды қалай қоямыз, сол жөнінде көрсететін боламын. Менің каналыма тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Ендеше кеттік. Ең бірінші біз Google-ға кіріп remove bg деп жазып аламыз. Описание жазып кететін боламын. Ең бірінші шықты. Осы сайтқа кіреміз. Ең бірінші тұрған удаление фона из изображения дегенде басамыз. Осылай ашылады. Енді мына жерде загрузить изображение дегенді басамыз. Енді өзіміздің фон алып тастайтын фотоны таңдаймыз. Мен мына жердегі қыздың суретін таңдаймын. Готово басамыз. Енді бізге фон алып тастап қыздың өзін шығарып берді. Осы жерде біз скачетті басамыз. Бастың астына түсті, біздің суретіміз уже жүктелді. Енді біз оны қалай пайдаланамыз? Енді біз иншотқа кіреміз. Мысалы, иншотқа барайық. Иншотқа барып, видеоны басамыз. Новый видео басамыз. Енді мына жердегі басқа фон алғым келіп тұр мен. Фонды алдым. Осындай әдемі фон алдым. Осын енді қандай, мысалы, Stories YouTube-қа істейтін алып салайық. Астына размер таңдаймыз. Птичка басамыз. Енді осы жерге қызды саламыз. Мына жерде стикерден басамыз. Ең бірінші галереяның суретін басамыз және плюсті басамыз. Сол кезде жаңа фонсыз қызымыз тұрады. Міне осылай түсті. Енді біз мына жерге қызды қойып, креатив фото жасай беруімізге болады. Өте оңай және тез алады. Осылай өзіміздің фантазиямен әртүрлі креативті фото жасауға болады. Достар, каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Тағы да жақсы видеолар болады. Кездескенше.